Қыздар, баршаңызға сәлем. Келесі кезекте біз пальмира печеньесін жасап үйренетін боламыз. Енді бізге не қажет болады? Граммдарын барлығын астына жаза кетем. Ол бізде ұн, сары май, салқын су және тұз қажет. Кухонный комбайнға ұнды, тұз және суды барлығын бірге қосып араластырамын. Біздегі ұн, су және тұз барлығы бір-біріне араласып кеткеннен кейін барып, бөлме температурасында тұрған сары майды салып, тағы да араластыратын боламын. Осылай кухонный комбайнның жылдамдығын жоғарылатамын. Барлығы осылай домалақ қамыр күйге енгенге дейін айналдыратын боламын. Енді қыздар, қолмен кішкене илеп жіберіп, бұны да холодильникке жіберетін боламыз 2 сағатқа. Қыздар, енді қамырды мен 2 сағаттан кейін алып шықтым. Бұл қамырды да тура круассанның қамыры сияқты ортасына сары майдан пласт жасап жаятын боламыз. Және бұл жерде де біз сары майды салып болғаннан кейін 3 рет тоңазытқышқа салып қайта шығарып жаятын боламыз. Круассанды қарасаңыздар, сол жерде барлығын жақсы көрсетіп кеткем. Қазір сары майды ортасына салып, мен оқтаумен бір үстінен басып шығамын. Сосын тоңазытқышқа жібереміз. 15 минут тоңазытқышта тұрады. 15